шығарып, осыдан 3 ай бұрын енді елге, қалың елге тарату үшін бізге біраз уақыт керек болды. Ол ең бірінші ғалымдарға сөз, сол кісілер бағасын беріп, орысша айтқанда рецензиясын жазып берсе деген ниетпен күттік. Сол күнге жеттік. Мынау 2022 жылы осы тірлік басталған. Енді мәресіне жетті деп, сіздердің алдарыңыздан өтіп, осы оңтүстіктегі барлық ағайындардың енді қазақ руға бөлінбейді, рудан құрылады деп айтып жүрміз. Соның дәлелі болсын деп, бұл жерде әр атадан жаман келгенше ағайындарды шақырды. Сол ең бірінші бүгінгі күннің тәртібін айтып кетейін. Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіпке көмген қол болмайды деп. Ең бірінші бастамасы қазір ғалымдарға сөз береміз. Ол кісілер өздерінің авторларға ол кісілер өздерінің сөзін айтып, кітапқа баға берсе деген ниетпен. Екінші бөлігі Құдай тамақ ата-бабаға арналған Құран бағыштап үлкендердің батасын алсақ деген. Енді көпшілікке өтініш, ағайындар, сіздерге өзінің ағайындарын айтып отыр. Телефонда бәрімізде бар, дыбысын өшіріп қойсаңыздаршы, содан кейін тұрып, суретке түсіріп жүрмей қойыңыздар. Бұл жерде міне орталықта арнайы Самат Мырзалиев шақырып, осы кісі фотоды, видеоны да түсіріп шығарып, содан кейін чаттарға жіберіп, ақсақалдарға өздерінің телефондарына аударып, осы бүгінгі болған іс-шараның съемкасын бәрін жіберемін. Фильм ретінде болады, кейін сурет ретінде болады. Сол енді қазір осы шараның бірінші жартысын конференция ретінде деп есептейік. Соны жүргізетін ең қарындасым Жан Сугербаева, тарих ғылымының кандидаты, доцент, сол кісі ағарын жүргізіп сөз беріп отыр. Сәлеметсіздер ме, құрметті ағайындар, туыстар, бауырлар, құрметті жиын қонақтары, құрметті жеке Астанадан, Түркістаннан келген ғалым әріптестеріміз. Бүгінгі іс-шара өте маңызды деп есептеймін, өйткені қазақ тарихында қазақ шежіресі, ұлттық сана, тарихи және мәдени маңыздылығы өте қазіргі таңда сұранысқа ие болып жүр. Өйткені әр ру, әр тайпа өзінің тарихын білгісі келеді, ата-бабаларын білгісі келеді. Сондықтан бүгінгі іс-шарада біз ғалымдарды шақырып, тарихшыларды шақырып, шежірені зерттейтін адамдарды шақырып, осындай жиын өткізіп жатырмыз. Енді мынау қазақ тарих ұлттық болмысын, мәдениеті және этногенезін тануға мүмкіндік беретін негізгі ғылым саласы. Қазақ халқының тарихын зерттеуде жазбаша деректермен қатар ауызша, соның ішінде шежіре маңызды рөл атқарады. Шежіре тек генеалогиялық тізбек қана емес, сонымен бірге халықтың бір тұтастығын, ұлттық сананы және мәдени мұрасын сақтауды құралы. Қазбек Тәжиев пен Қайырбек Тәжиевтің «Сақтардан қайшылыққа дейін» атты ғылыми зерттеу еңбегінде қазақ шежіресінің тарихи маңызы, ұлы дала мәдениетінің әлемдік өркениетке қосқан үлесі және Сергейлі руы, сонымен бірге тармағы Қайшылы атасының тарихы ғылыми тұрғыдан қарастырылған. Қазіргі таңда жалпы қазақ шежіре ұлттың тарихи санасын қалыптастыруға бірегей рөл атқарған құбылыс. Көбісі айтады, шежірені білу керек, бірақ өкінішке орай қазіргі таңда мынау біздің жастар
академик Манаш Қозыбаев шежіре тарихымыздағы ата тарихы деп атаған. Ол әр адамның ата бабасының ерлігін, терістігін танытады. Және де шежіре ұлттық сананың негізі болып табылады деп айтқан. Ол жеке адамның ғана емес, бүкіл халықтың бір тұтастығын нығайтуға қызмет етеді. Шежіре қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымын реттеуде де маңызды рөл атқарған. Мысалы, жеті атаға дейін қан тазалығын сақтау, ру тайпалар арасында туыстық байланыстарын анықтау, қауымдық ынтымақтастықты нығайту шежіре арқылы жүзеге асады. Сондықтан бүгінгі кітаптың презентациясы сіздерге өте маңызды деректер береді деп ойлаймын. Өйткені шежіре ол тек қана ауызша дерек емес. Сонымен қатар шежірені зерттеген сонау 18 ғасырдан бастап біздің тарихшыларымыз зерттеген көп өте кітап шығарған, бізде қазақ шежіресін бізге танытқан біздің атамыз Зайыр Садыбеков деген кісі болған. Сонымен қатар мынау кітап сол зерттеулердің негізінде жасалған. Сондықтан құрметті туыстар, кішкене сабырлық сақтайық, тыңдайық. Сіздердің алдарыңызда ғылым тарих ғылымдарының докторлары келіп отыр, кандидаттар келіп отыр. Олар өзінің пікірін айту үшін сіздердің алдарыңызға шығар. Сондықтан бірінші сөзді мен филология ғылымдарының кандидаты, әдебиеттанушы, фольклорист, тарихшы ғалым Тажиев Қазыбек Тоғызбайұлына беріп келеді. Тақырыбы Сіргелі руының ежелгі тамыры мен тарихи сабақтастығы. Регламент бізде 7-10 минут. Сондықтан тыңдап, жақсы мәліметтер алады деп мен сенімдемін. Рахмет. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі іс-шара негізінен 30 жылдық еңбектің қорытындысы ретінде айтылғалы отыр. Жалпы сіздердің қолдарыңызға тиген отырған кітап үлкен 6 тараудан тұрады. Алғашқы көлемде 3 тарауы сақталған қайшыларға дейін деп аталып, бұл тарауда педагог, тарихшы, психолог Қайырбек Тәжібеков жазып шықты. Бұл зерттеу еңбегі жалпы 3 тараудан, ол тараулар әртүрлі тақырыптарға тағы 29 кіші тараушадан және түсіндірме сөздікпенен пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады, бөлімінен тұрады. Еңбекті жазу кезінде жалпы 300-ге жуық ғалымдардың зерттеулері, 200-ге жуық қосымша әдебиеттер және ежелгі орта ғасырлық кейінгі кезеңдерде өмір сүрген түркі халықтары, тарихы, мемлекеті, географиялық орны туралы жазылған ежелгі грек, парсы, араб, Қытай, көне Қытай жылнамалары мен жазбалары, сонымен қатар орыс пен европалық миссионерлер мен тарихшылардың, саяхатшылардың және түркі тілді халықтардың авторлары жазған 100-ге жуық көне қолжазбаларды пайдаланып, олардан деректер келтіріліп отырды. Бұндағы негізгі мақсат 3 бөлімге бөлінді. Бірінші бөлімде көне дәуірдегі ұлы дала еліндегі ежелгі этникалық өрістер деген бөлімде жалпыда адамзат баласын тану туралы жазылған тарихтарды сөз болатын болса, екінші бөлімде Қаратау мен Қаржантау бөктеріндегі ежелгі тұрғындар деп аталынады. Ондағы мақсат Қаратаудың, Қазығұрттың және Тянь-Шань тауларының батыс бөктеріндегі адамзат баласының ерте дәуірде өмір сүргендігін дәлелдеу мақсатында жазылған зерттеулерге сипаттама беріліп өтті. Солардың ішінде жалпы осы жерде өмір сүрген сақтар, ғұндар, одан кейін барып тұрғындармен қалыптасып өткен ұлы жүздері, қауымдар, үйсіндер туралы сипаттама беріледі. Себебі біз сөзге шыққалы зерттеуге отырған Сіргелі тақырыбы осы халықтардың негізінен бір-бірімен өзара байланысуының нәтижесінде, көрші отыру нәтижесінде қалыптасып религиялық айданған. Сондықтан да бірінші бөлімде осы Сіргелі руының негіз болған рулар туралы
сипаттама беріледі. Екінші тарау жалпы сіргелердің негізгі тарауы қазақтың қабырғалы көне руларының бірі деген жермен аталып отырып, сіргеліні күні бүгінге шейін біз Ойсыл қырғыны оқиғасымен байланыстырып, Ойсыл қырғыны оқиғасының кейінгі шежіремізді ғана біліп, оған дейінгі тарихымызды ұмытқандығымыз туралы, және кейінгі тұсындағы Жәнібек ханның сіргел оқиғасына, Ойсыл оқиғасына ешқандай қатысы жоқтығы туралы ел арасында айтылып жүрген әңгімені жоққа шығару мақсатында жазылды. Үшінші тарау сағатта сіргелмеген қасиет нағыз асыл қасиет деген бөлімде жалпы сіргел болып қалыптасқан 12 атаның сонау орта ғасырдан бастап күні кешеге дейінгі кеңес дәуіріне қосылғанға дейінгі тарихи сипатталып өтеді. Оны кітаптың ішінде толық. Соңында осы сіргелерге еңбек еткен адамдардың қызметі туралы қысқаша шолу жасалып кетеді. Жалпы мен осы білгенді пайдалана отырып, бірінші Жұмағалиға Румия осы шықылып жүрген, екінші осы еңбек туралы өздерінің ой пікірін айтуға келген мынау ғалым әріптестеріме Мақсатқа, Жамбыл және Зәкірия менен Хазірет Әліге мен алғысымды айтқым келеді. Сондықтан да мен бұл жерде кітапты өздеріңіз толық оқи жатарсыздар, бұл туралы айтпай қояйын. Келесі сөзді мен сөзімді қысқартып отырып тұрып, осы кітап туралы ой айтқан оқыған азаматтар айтса екен деген ниетпен сөзді аяқтасам деп отырмын. Рахмет. Рахмет. Сөзді біз сонау Астанадан келген қонағымыз бар, тарих ғылымдарының доктор профессор Алпысбек Мақсат Алпысбекұлы. Бұл кісі мына кітап туралы өз рецензиясын берген, сөз сізге. Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Құрметті осы бүгінгі үлкен кітап таныстырылымы жиынына келіп отырған азаматтар, ағаларымыз, әпкелеріміз, үлкен ақсақалдар осы жерге келіп отыр. Бұл өте маңызды шара деп кеп, сіргелі қайшылы тарихы мен шежіресі кітабы тұсаукесері 700 беттен астам үлкен ішінде шежірелер жинақталған еңбек. Шежіре туралы қысқаша маңызды пікірлерін осы жерге ортаға салайын. Қазақ халқы өзге халықтардың бір ерекшелігі осындай ұлан-ғайыр кең далада жылқы өсіріп, көшіп қонып, қалалы өңірлерде қалаларын гүлдендіріп, далалы өңірлерде төрт түлік малын өсіріп, содан кейін жібек жолы сауда, үлкен әлемдік сауда жолы бойында әлемдік сауданың қамтамасыз етіп отырған кезінде біздің ата-бабаларымыз түркілер дәуірі, одан ерте дәуірлерде осы жерде қаншама қауымдар болды. Сол қауымдардың барлығын тарихы көбінесе сонда ескі сөздер арқылы сақталып, хатталған. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы сынды қазақ тарихшысы айтқан: құлағының тесігі бар, кеудесінің есігі бар, оқпа-құлақ жандар болған қазақтың қариялары. Сондай шежірелі ақсақалдардың, қариялардың айтуыменен ескі заманның тарихтары осы күнге дейін жеткен деген. Міне сіргелі бұл үлкен ата, сыр бойында мекендеп отырған негізгі қазақ қауымдарын айтап өтетін болсақ, 6 арыс ел бұл жерде бар деп айтуға болады. Қоңырат, Чанышқылы, Сіркелі, Дулат. Одан кейін осы кітаптың ішінде беріліп отырған сол 19 ғасырдағы Ресей империясының
ауылды елді мекендердің санақтарының деректері жақсы келтірілген. Бұл кезінде бұл жерде Арғын, Найман, Қыпшақ, қазақтың жалпы көптеген аталары Алшында мекендеген олардың ауылдары бар. Қазақ халқы айтады, төресіз жер болмайды, төбесіз жер болмайды, төресіз ел болмайды дейді. Сол қазақ халқының Құнанбай қажылыққа барғанда айтқан сөзі: арқар ұранды төреміз бар, тірілерге билік жүргізетін, өлілерімізге Құран бағыштайтын Алла ұранды қожаларымыз бар деген. Сол осы қалың елдің ортасында қожа ауылдарда, төре ауылдарда болған. Соны қарап отыратын болсақ, қазақ халқы осындай қауымдардан құралған, біз жан-жақты ел болғанбыз. Біреулер айтады, мына шежіре шығарған кезде ертеңгі күні рулар аталарын қуып жік-жік болып кетпей ме дейді. Жоқ, жік болмайды. Өйткені қазақ халқының ата-бабалары, ақсақалдар мен қариялар шежірелерді жазып, шежірелерді баяндаған кезде ол біздің қазақ халқы рушылдыққа беріліп, бөлініп, жіктелу үшін жазған жоқ. Ол өз ата-бабаларының ата-тектерінің тарихын білсін деп жазды. Шежіре деген сөздің мәнінде бірнеше мағына бар. Біріншісі ата-тек. Өзі атаға байланысты қазақта 3 мағыналы сөз бар. Ата мекен, ата жұрт, ата шежіре деген ұғым бар. Ең қасиетті ол қазақтың тілі, оны біз ана тілі дейміз. Ал енді осы ата шежірелер болмаса, біз онда ата қоныстарымызды, ата бабаларымыздың мекендеген үлкен аймақты жерлерін, қорымдарын, қандай жерде қандай атадан шыққан әулиелер жатқандығын біз білмейтін едік. Сондықтан шежіре ол қазақ халқы үшін әрқашан құнды, маңызды тарихтың өзі болған, ұлттық тарихтың өзі. Сол шежіре арқылы міне кезінде біздің қазақ халқының ұлттық тарихын жазған, зерттеген ежелгі дәуірдегі қазақ тайпалары деген және қазақ хандығы деген еңбек жазған Әлкей Марғұлан сияқты ғұлама, сол кісі өз еңбегінде атап өткен анау ертеде болған сақ заманынан, сақ ғұн, түркі қағанаттары, түркеш қарлұқ, қараханиттер кезеңінде, одан кейін Шыңғыс қағанның құрған ұлы ұлыс мемлекеті Жошы ұлысында, Шағатай ұлысында сайып келген артынан қазақ одағы құрылып, қазақ хандығы мемлекетін 4 ғасырға жалғасқан. Соның барлығы осы қазақ қауымдарының құрған үлкен саяси жүйелері деп көрсетілген. Міне қазір біз ес жинап, елімізді нығайту жолында академиялық 7 томдық тарих басылымы дайындалып жатқан уақытта, сол өткен замандағы болған мемлекеттер ол бір жерден пайда болып, бір жаққа жоқ болып кеткен елдер емес. Олардың барлығын құрамында сол кешегі осы сіргелі аталары, Шанышқылы, Қаңлы, Қоңырат, Арғын, Найман, Қыпшақ, Алшын деген қазақтың іргелі қауымдарының барлық аталары сол заманда сол мемлекеттің іргелі негізін құрып отырған. Сондықтан бүгін таныстырылып отырған кітаптың Сақтан деп басылатыны бекер емес. Себебі сол Сақа Скип деген дәуірдің, сол кезде біздің ата-бабаларымыздың Сақа деген сол кезде болған ұлт атымыздың осы күнге дейін біздің бауырларымыз түркілердің ішінде сақтап отырған әлі халық бар. Ол анау Сақа Якутиядағы сақалар сол атты әлі күнге дейін сақтап келеді. Сол Сақа Якутия жерінде Сіргелі деген жер аты бар, көше аты бар. Солардың ішінде Сіргеліге байланысты аңыздар бар. Мына кітапта бір құнды жері көптеген шежірелік аңыздар келтірілген. Енді аңыздар деген нәрсеге бізде кейбір тарихшы ғалымдар айтады, бұған аңызға сенуге болмайды деген сияқты. Біреулер сенуге болады дейді. Оны мен сіздерге осы шежіре зерттейтін маман ретінде айтайын. Осы
Радлов сияқты, кешегі қазақ эпосын зерттеген Орлов сияқты, Жирмунский, Мелитинский деген сияқты үлкен ғұламалар олар айтқан. Түркі жырларында, аңыз афсаналарында айтылған тарихи оқиғалардың ешқайсысы қиялдан шығарылған өтірікке жатпайды. Ондағы ертегі батырлар да, тұлғалар да өз заманында өмір сүрген, шын тарихта болған. Олардың әрекеттерін халық ғасырлар бойы өзінің жадысы мен санасында сақтаған тарихтың өзі деп көрсеткен. Сондықтан біз ол нәрсеге күмәнданудың ешқандай негізі жоқ. Міне кеше осы Ташкент қаласы төңірегінде өмір сүрген, қазақ шежіресі кітабын хаттаған Зайыр Садыбеков сияқты қазақ ақсақалы, кешегі сол шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп, Нұржан Наушабай сынды қазақ шежірешілерінің дәстүрін сақтаған сондай соңғы ақсақал қариялардың бірі болған еді. Мына кітаптың негізінде сол Зайыр Садыбековтің кезінде үлкен қариялардың, ақсақалдардың айтып кеткен, жазып кеткен шежірелерін араб жазуымен жазылған, хатталған. Біздің Алматыда ғылыми орталық ғылыми кітапханада бірталай шежіре нұсқалары қолжазба күйінде сақталған. Солардың барлығы осы кітаптың мазмұнына кіріп отыр. Сондықтан қорыта айтқан кезде бұл кітап еріккеннің еңбегі емес, ізденіп, жан-жақты ақпараттарды талдап, сол кітаптың мазмұнына оны бір ғылыми дәйекті негізбенен қосып отырған еңбек деп бағалауымыз керек. Әрине жаңағы Жәнібек ханның тұсындағы болған әйгілі оқиға ол бірнеше нұсқаларынан хатталған. Әртүрлі ақсақалдардың айтуындағы үлгілерден көрсетілген. Біздің тарихшы әріптес қазір мына жас буын ғалымдар осыған арнап бір ғылыми мақалада жариялады. Оның бір түбірін кешегі ертедегі түрк қағанаты дәуіріндегі қыпшақтардың сиратына да байланыстырып жатқан жерлері бар. Оның негізі де бар деп тануымыз керек. Сыр, дария, өзеннің аты сол сир қыпшақтарының аттарымен байланысты емес пе дегенде жорамал болуы мүмкін. Енді қысқасын айтқанда, егер ата шежірелер болмаса, біз біріншіден ата тегімізді танымайтын едік. Екіншіден біздің ата қоныстарымызды білмейтін едік. Үшіншіден біздің елді мекендердің аттарын не себепті пайда болғанын білмейтін едік. Және осы қазақ халқының әрбір ру тайпа ішіндегі болған атақты адам тұлғалары, бұлар батырлар, билер, бишешендер, абыздар, қариялар, ақсақалдар, қысқасын айтқанда біздің ұлттық тарихи болмысымызды қалыптастырған сондай ірі тұлғалардың тарихын өскелең ұрпақ білмейтін еді. Қазір уақытта шежірені бұрынғыдай қариялардың ауызша түзіп айтып беретін дәстүрлері тоқтап қалған кезге келіп отырмыз. Қазір ондай қариялардың соңы таусылып бітті десек те болады. Бірақ олардың жазып қалдырып кеткен араб қарпіменен бір дәптерлерге, бір жинақтарға мынау ертеңгі күні ұрпақтарымыз ұмытып қалмасын деген ниетпенен жазған шежірелерді бүгін осылай жинақтап алып бір кітап қылып шығарып, мына ертеңгі күні дүниеге келетін балалардың қолына ұстатып кету, ол мына осы сіздер мен біздердің бүгінгі күнгі ұрпақтың міндеті әрі парыз деп білемін. Сондықтан осыны жарыққа шығарып отырған азаматтарға үлкен алғысымызды айтып, сіздерге осы ата-бабалардың аруағы әрқашан қолдасын деген тілегімді білдіргім келеді. Рахмет. Рахмет. Құрметті Мақсат Алтынбекұлы. Осы топты басқарған мен тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Тұрсын Хазретели Маханұлы бергім келеді сөзді. Құрметті мынау сіргелі рухани орталығының шам залына жиналған қауым. Өлі риза болмай, тірі байыз таппайды деген қазақтың сөзі бар. Дәл осы ұстанымды басшылыққа алған Жұмағали Дәулетбекұлы бауырымыз осындай үлкен ас беріп, осындай кітапқа демеушілік жасап жатыр екен. Жұмеке, ниетіңіз, берген қайыр садақаңыз қабыл бола берсін дейміз.
құрметті қауым, мынау уақыттың тығыздығына байланысты мен осы кітапқа байланысты берген ғылыми талдама пікірлерім қазір сіздердің қолданысқа ұсынылатын жинақта енгізілген. Мен оны қайталамай осы кітаптың маңыздылығы жөнінде бір-екі ауыз әңгіме айтайын. Мына 93 жылға дейін деп айтайын, бізде шежіре жазу көбіне ауылдың көнекөз қариялары, көне зиялылардың үлесі болып келді. Олар елдің ішіндегі жинаған терген деректерін кітап етіп жарыққа шығарып сөйлеп жатты. Ал енді 93 жыл, неге 93 жыл деп атадым? Өйткені 93 жылы біз тәуелсіздік алдық, әлі идеологиямыз қалыптаса қоймаған кез. Осындай кезде Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің кабинетіне Манаш Қозыбаев бастаған 7 тарихшыны жинап алды. Қалай ел боламыз, қандай ел боламыз деген мәселе қойылды. Сонда 7 тарихшы әрқайсысы өз ойларын, пікірлерін айтқан. Сол кезде Назарбаев көмекшісін шақырып алып, міне, мынау тарихшыларды мына бөлмеге қамап қойып, не ішем, не жейін дейді, бәрін жаса. Маған тарихты қалай дамытамыз, соның мемлекеттік тұжырымдамасын жасап берсін деген тапсырма береді. Сонда сол жиынның ішінде болған Талас ағамның айтқан сөзі бар еді. Біз 4 сағат бойы отырдық дейді 7 тарихшы. Сөйлеп ұлттық тарихи сана қалыптастырудың мемлекеттік тұжырымдамасы деген құжатты дайындап бердік дейді. Бұл құжат жаңағы мемлекет басшысына, елбасымызға үлкен қолдау болды. Содан ары қарай біздің тарих ғылымы дамыды. Міне осы тарих ғылымының дамуының барысында қазақтың дәстүрлі дерегі шежіреге ғылыми тұрғыда зерттеу басталды. Енді осы жерде айтып келетін бір нәрсе, сондай дүмпудің әсерінен Алматыда теңгенің авторларының бірі Хайрулла Қабжалел бағамыз бастаған Алаш тарихи зерттеу орталығы құрылды. Осы тарихи зерттеу орталығының программасы өте зор еді. Қазақ 300-ден құралады, 54 тайпадан құралады. Осы 54 тайпаның түгелдей ғылыми тарихы мен шежіресін жазып шығу мақсаты алдына қойылды. Мен осы кезде Тамалардың 3 томдығы, Арғынның 3 томдығы, Найманның 3 томдығы, Дулаттың 3 томдығы, осындай кітаптар шетінен жарияланып жатты. Бұл өте жақсы нәрсе еді. Ал соның ішінде басқа ру тайпалар көпшілігі қамтылмай қалды. Алаш орталығы жұмысын тоқтатып қойды. Енді мынау менің айтайын деп отырғаным, бүгін қолымызға тиіп отырған сіргелі Қайшылы тарих менен шежіресі. Міне осы кітап, бұл жерде 12 ата сіргелінің ішінде бір Қайшылының өзін түгел осы күнге дейін алып шыққан мынау үлкен іргелі кітап. Сіргелі жайлы іргелі кітап деп мен жаңағы рецензиямды солай деп айтып едім. Міне осы кітап тұтасыменен алғанда мынау Қайшылының ғана емес, сіргелі тайпасының да жаңағы көне заманнан берген тарихын қамтып, толық іргелендірген еңбек. Сондықтан да бұл кітаптың ең басты маңыздылығы жалғыз Қайшылменен бір атасын ғана емес, 12 атаның түгел тұтастай сіргелі тайпасының қазақ түрік этносының қалыптасуындағы, дамуындағы орны мен рөлін айқындайтын үлкен ғылыми, теориялық және методологиялық еңбек деп бағалаймын. Бұл еңбектің ең басты нәрсесі. Енді мына осы еңбектің авторы Қазыбек Тәжиевті мен жақсы білемін. Біз осы жерде пединститутта бірге оқыдық. Енді өзімен жиі әңгімелесіп отырамын. Мына кітапты 30 жыл еңбегімнің жемісі дейді. 30 жыл еңбек. Осы жерде салыстырмалы үшін айтып кетейік. Мысалы, Қоңырат тарихы менен шежіресі деген кітап жаздық біз. 6 ғалым жаздық. 6 ғалым 2 жыл бейнеттеніп жаздық. Ал
Қазыбек бауыры екеуі 30 жыл бойы тірнектеп жинаған еңбекті мінекей сіздердің алдарыңызға тұжырымдап ұсынып отырған жағдайы бар. Енді кітап болғаннан кейін ол кітаптың ерекшелігі қандай, жаңалығы қандай деген мәселелерге назар аударуымыз керек. Міне, бұл кітаптың ең басты ерекшелігі басынан аяғына дейін мынау тарихи деректерменен шежірелік аңыз әңгімелерді бір-бірімен салыстыра отырып арасынан ортақ тұжырым шығарып отыр. Міне осының ішінде Сіргелінің, соның ішінде Қайшылының қаншама тарихи тұлғалары тұлғаланған. Бұл өте үлкен жетістік деп есептеймін. Соның ішінде мен жаңағы қазақ тайпаларының шежірелеріменен көп қарап отырамын. Соның ішінде бағанағы айтылған 3 томдық кітаптардың ешқайсысында жоқ. Сіргеліге қатысты 21 түрлі нұсқаны салыстыра отырып, оны негіздей отырып, ағымнақ қара ортақ ғылыми тұжырым жасай алған. Бұндай 21 деректі ғылыми айналымға қосу мен жаңағы айтып отырған үлкен тайпалардың 3 томдық кітаптарында да кездеспейтін дүние. Бұл деген кітап авторларының осы мәселеге ғылыми тұрғыда қараған сол көзқарасы ұстанымы деп есептеймін. Енді құрметті қауым, мына уақыттың тығыздығына байланысты мен сөзімді қысқартқым келеді. Енді сөздің қорытындысы ретінде айтатын мәселе, бұл кітап Сіргелі тайпасы, соның ішінде Қайшылы руының қазақ тарихындағы орны менен рөлі, қазақтың басынан өткен небір қуанышты сәттері, жұлдызды сәттері, небір қайғылы қасіретті сәттері, осылардағы өз халқыменен бірге көрген азабы менен шеккен жаңағы биліктің тарапынан шеккен қуғын сүргіні, осылардың барлығын аяқтап берген үлкен дүние. Бұл дүние мынау тек сіздерге, сіргелілерге, қайшылыларға ғана, бүкіл ұрпаққа ғана емес. Бұл бүкіл қазақ халқына, әрі кеткенде түркі халықтарының көне тарихын жандандыруға қосылған үлкен үлес деп есептеймін. Назарларыңызға көп рахмет. Енді Сіргелі тану мәселесі бойынша аға жақсы сөздер айтты. Ендігі сөзді тарихындардың капитан доцент Закария Жандарбек Заманханұлы беріп келеді. Бір рудың тарихының жалпы түркінің көне тарихымен сабақтастығы Машаттың кітап мақұлдары. Сіргелі тарихын қазақтың бүкіл 50 түркінің тарихымен байланыстырып, соны көне дәуірден сақ, онlardan бастап тәжірибелеген жаңалық. Ең қызығы соның бәрінің осы жаңағы желіні ұстай отырып, әзірге дейін әкелудің өзі бұл жолда көтерілген еңбектің жасалғанын көруімізге болады. Әрине бұл жердегі мен біраз нәрселердің бәрін басына аяғына тоқталып ең бастысы негізінен басты мәселелерге тоқталып келіп отыр. Ол не мәселе? Ең бастысы жаңағы өздеріңіз білесіздер, Ойсынның 30-ның, Жәнібек ханның Ойсынның 30-ның өлтіргені, одан кейін былайша айтқанда Манаттың бөлініп кетіп, содан әйтеуір аман алып, содан Сіргелі тараған туралы айтылатын әңгіме. Ал енді осы неге осылай болды деген сөздің түбінде не жатыр? Шындығына келгенде
ұлы жүз деген атты алып берген осы 30 ұлы. Неге оны олай деді? Неге ұлы жүз деді деген сұрақтарға біз үшін қысқа ғана жауап беріп кетсек деймін. Себебі мына ол кезде мемлекеттік идеология жошылысында яссауи жолы мемлекеттік идеология болып қалыптасқан кезде халықты негізінен үшке бөлді. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Ұлы жүзге бірлік құрған кім береді? Пайғамбар әулеті. Ұлы жүзге сонымен ұлы жүзбен қоса хандар әулетімен бір болған кім еді? Былайша айтқанда Пайғамбар әулеті болды. Міне сондықтан бұлар дұрыс дейді. Ал енді Қарағанды билеушілер әулеті бір болған халық орта жүз атанды. Оғыз хандардың ұрпақтары билеуші болған әулет кіші жүз атанды. Міне осы 300-дің осындай қалыптасуы да үлкен мән бар. Себебі мына сіздер ойлайсыздар, ұлы жүзді аяқ барып қойға сал деген сөздің мәні бір енді кемсіткен сияқты деп ойлайсыздар. Бірақ шынында олай емес. Ханның қорғаушысы да, ханның қолдаушысы да, ханның бүкіл шаруашылық басқасын басты. Енді барлығы кімнің қолында болды? Осы ұлы жүздің айтпаса ойшылдың қолында болды. Ең бастысы бұл жердегі мәселе. Жәнібек ханның, Жәнібектің, ойшылдың, осының өлтірген асқарында не жатыр? Өзін былайша айтқанда өзге діни идеологиялық бүкіл былайша айтқанда неден қорғап тұрған, кері ықпалдан қорғап тұрған халықтан құтылмайынша олар өзінің саясатын жүргізу мүмкін емес екенін сезінді. Міне сондықтан осыны қалай да құтылуға әрекет жасады. Сонымен бірге бүкіл былайша айтқанда билер мемлекеттің басқару жүйесіндегі солар ие болды. Олар не қылды? Олар міндетті түрде қазіргі біздің қалыптасқан рух, тайпа, жүз солардың барлығын былайша айтқанда теңдігін қалыптастырды. Ең бастысы біздің ұру тайпалар мемлекеттің іргетасы, керегесін құрады. Оның рухани жетекшілері несін құрады? Уғын. Ал енді шаңырақ саяси билік. Ал енді осы мәселені біздің тарихшылар өкінішке орай білмейді. Қазіргі қазақтың кезеңінің жобасы қазақтың мемлекетінің символы еді. Енді өсімге дейін білесіздер өзінің шаңырақта теппейді. Шаңырақты былайша айтқанда бастайды, шаңырақ аяқтың астына тастамайды. Оның себебі біздің мемлекетіміздің негізгі символы не еді? Осы шаңырақ болатын. Міне соны қорғаған осы 30 жыл. Міне сол кезде Жәнібек хан өзінің саяси билікке жету үшін, абсолют билікке жету үшін, мемлекеттің жүйесін өзгерту үшін, яғни ойсылдың 30 жылдығын құрбандыққа шалды. Міне содан бастап Алтын Орданың ішінде білім көрді, оның соңы Алтын Орда мемлекеттің күйреуімен аяқталды. Сіздер былайша айтқанда түркінің былайша айтқанда сіргелі тайпасы, түркінің рухани бірлігі мен билігі үшін күрестің алғашқы былайша айтқанда құрбандары едіңіздер. Міне осы тарихты біздің өкінішке орай біз білмейміз. Мысалы қазақ айтады, жете атасы білмеген жетесі дейді. Оның себебі не? Біздің рух тайпамыздың беріктігі. Оның былайша айтқанда мемлекеттің құрылымдық жүйесінің беріктігін біз алдымызға жан салған емеспіз. Біз тек қана заңға бағынған халық едік. Өкінішке орай заңды ұмытып, кейіннен былайша айтқанда сол неге сол билеушілердің еркіне бағынып кетуге мәжбүр болды. Ең соңғы былайша айтқанда яссауи жолының соңғы кегі болған қазақ хандығында Тәуке ханның 7 жарғыны қабылдауымен тарихтан кетті. Міне осы мәселелердің барлығының есінде бүкіл былайша айтқанда кітаптың жүйесінде осы мәселе бар. Мына Өзбек ханның кезіндегі халықтардың этникалық жіктелуі, Қалмақ жоңғар соғысының себептері, Батырлар институтының былайша айтқанда қалыптасуы, неге Батырлар институтында шықты? Себебі былайша айтқанда таққа таласқан сұлтандар өздері араласып, мемлекеттің, халықтың тұтастығын емес, әрқайсысы өзінің жеке билігі үшін қызмет етті. Міне сол кезде халықтар арасынан шығып, кімдер қызмет етті? Батырлар халықты ұйыстырып, жауға қарсы қоя білді. Бұл олардың
несі былайша айтқанда азаматтық позициясы. Сол позицияның барлығын былайша қалай болды, соның барлығын Қазыбек осы кітабында жазған. Мен шындығы келгенде бұл кітапты айтар едім. Өте көп дерек бар. Өте көп дерек бар. Бұл кітап бір диссертация емес. 5-6 ондаған диссертацияға не болады? Материал бар, жем болады. Соны былайша айтқанда қамтамасыз ететін деректер бар. Бірақ оны оқып, шыдап, былайша айтқанда талдайтын күш қуат керек. Сондықтан да мен айтар едім Қазыбекке. Қазыбек, інім, сен әр кезде осы бағытыңды ары қарай жалғастыра алатын болсаң, не болады? Бұл мәселені ары қарай тереңдетіп, алып кете беруге болады. Әрине, кітаптың кемшілік жері жоқ емес. Мен оның былайша айтқанда неде айтып көрсеттім. Бірақ мына кітапта жинақталған материалдар өте құнды, өте сенімді. Онда батыстың да, шығыстың да былайша айтқанда деректері молынан пайдаланылады. Біздің былайша айтқанда тарихымыздың бұрмалануының астарындағы мәселелердің барлығы осы кітапта көрсетілген. Рахмет. Негізі оңтүстіктің тарихшылары, шежірешілері келіп отыр, Астанадан докторлар келіп отыр. Күнделікті көрмейсіздер бұл кісілерді. Бұл кісілер осы кітапқа өз пікірін жазды, сіздердің алдарыңызда салдық соны. Ал енді сөзді мен Жұмағали ағамызға беріп келеді. Ары қарай мынау жиынды жалғастырамыз. Жаңа айттым ғой, әулеттің атынан екінің қарындастарым осы ас беріп отырмыз. Қабыл алыңыздар. Енді ішкенде ыңғайсыз болдық, конференция өткізуге бөліп, бірақ жағдайға қарайды ғой адам. Поэтому айып етпеңіздер. Ең бірінші осы кітапты жазғанда 9 адамнан редколлегия құрғанбыз. Жаңа айтып кеттім, 4 жылдай материал жинап, әйтеуір бұйырғаны осы мамыр айында бітіріп, Алматыдан шығардық. Сол еңбегін бағалай отыра, осы жерде бір-екі кісіге марапат жасап жіберейін, содан кейін сөзді Құранға береміз. Ең бірінші редколлегияның төрағасы Бектай Шеденов, Қазығұрт ауданының құрметті азаматы, белгілі журналист. Сол кісіні марапаттайық. Қазығұрт алтын қазығы төс белгісімен Бектай Шеденов марапатталады. Киелі Қазығұрт деген қорғаған, бұл алтын қазық деген белгіні осы бұрынғы облыс әкімінен бастап бірталай адамдар Қонысбеков Байділі, Мархабат Байғұр, осы Миразова деген герой Алматы облысынан Тұрғырай Бекет, енді бәрін тізіп айтамын. Менде де бір жылы Шәрбек екеуміз марапатталды. Ендігі марапат Қазығұрт алтын қазығы төс белгісімен Қазыбек Тоғызбайұлы Тажиев марапатталды. Енді кітап қазір қолдарыңызға тиеді. Енді бәрін емес, бірақ айтсам. Тағы екінші автор бар, оны да осы жерге шақырайын. Қайырбек Тажиев.
Тажиев Қайырбек Тоғызбайұлы алғыс хатпен марапатталып, мен осы қайшылардың Ақшабдар қайырымдылық қорының президентім, директорымыз осы жерде отыр, Медетов Жұмағұл. Осы қордың атынан осындай алғыс хат інімізге берейін. Өркенің өсін. Енді кітапты тарату астың үстінде болсын, уақыт біраз тығыз болды. Поэтому ендігі сөзді асты жүргізу үшін осы жерде Мауленов Ғалымжан деген інімді шақырып, сол кісі жүргізіп, ас барысында ру басыларына тапсырып, келгені бар, келмегені бар, солардың бәрін кітаптарды дайындап қойдық. Ағайындар біразын алған 1000 дана болып шыққан кітап. Енді осы қазір орталарыңызды тапсырып шығамын өзім. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Көптен көріспеген мынау бір-бірімізге деген ықылас, пейілді, ниетті, бүгін мінекей үлкен әдемі сәтпенен сонау қазақтың ауызбен ауызға жетіп келе жатқан, бұрыннан келе жатқан, тартып келе жатқан, түбің мен тегіңді танытуға себеп болып келе жатқан шежіре кітабымыздың тұсаукесерінде мынау 12 ата Сергелдің қайшыл тармағының бас қосып, соны ғылыми негіздеп жатқан мынау ғалым ағаларымызға, әпкелерімізге үлкен алғыс айта отырып, кез келген астың өзінің құшыры болады дейді ағайын. Бата қазақтың енді қол ашып тұрмын ғой, өздеріңіз түсінесіздер. Ең бірінші осы кітабымыздың тұсауын кесуге осы жерге 3-4 ақсақалды шақырайын деп едім. Ең бірінші Түркістан облысының құрметті азаматы Орынбай Рахманбердиев көкем. Құрмет орденінің, парасат орденінің, барыс орденінің иегері, енді марапаттарын тізіп айтуға кішкене қиындау. Экс-сенатор, бір емес екі рет, осы Шымкент қаласының ақсақалдар алқасының төрағасы. Екінші, Досыбай Шеренқұлов ағамыз, Шымкент қаласының, Түркістан облысының құрметті азаматы, құрмет парасат орденінің иегері. Үшінші, осы дастархан басында отырған ақсақалымыз Тұрысбеков Сексенбай көкем, Шымкент қаласының, Түркістан облысының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері. Төртінші болып Дархан Қаюпов деген ағамыз, Шымкент қаласының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері. Осы транспорт саласында талай жыл қызмет жасаған. Бірінші үш көкем әкеммен үзеңгілес болған. Дархан көкем Қайырғалимен біз әйтеуір қалада қызмет жасадық. Міне жақта өтсеңіздер көкем. Міне суретке түсіңдер. Енді біздің қайшының атына бір кісіні жіберейін, айып етпеңіздер. Ол кісі Абдуманап Байдуллаев, Мырзашөлдің геройы деп айтамыз. Жетісай ауданының құрметті азамат, парасат орденінің иегері, біздің алға тұтар ақсақалдарымыздың бірі. Ағайын, бұл бір керемет дастарханның төңірегінде отырмыз. Мынау жеті атақты білмеген не дейді?
жетегі жоқ дейді. Ол енді шындығында да мына бүгінгі жасалынып жатқан тірлік, бұл енді біреуге күштілік жасалу болмаса біреуге жаңағыдай өзінің несін көрсету емес, өз аналарының кім болғанын, қайдан шыққанын соны білу үшін. Бізде өз қазақта ғана бар ғой бұндай нәрсе. Бұл 7 атаға дейін үйленбеу керек, қанды бұзбау керек. Қан деген ол енді адамның өмір бақи денесінде жүретін нәрсе. Сондықтан ол енді қанды бұзса денсаулықта болмайды, оның басқа жағдайда болмайды деген мәселеменен жасалынған нәрсе. Болмаса біреуге үстемдік жасаймыз, болмаса жиылып алып басқа атаны жаулап аламыз деген мәселе емес. Сондықтан осы мінекей Жұмекеңерге рахмет айналайын. Осының барлығын ұйымдастырып, бірінші рет мінекей Сергей Қайшылының энциклопедия шежіресін шығарып отыр. Болған дейін шықпаған. Шындығында да бізде өз көп шежірешілер болды ғой. Оның ішінде әркім әртүрлі жазды. Бірақ енді мынау өзімнің Қайшылы жөнінде бүгін енді бір өте керемет ғалым кісілер де жақсы айтты. Оларға да рахмет. Біз білетініміз қалай еді? Мынау Сергейдің 30 жылы бар, Ойсылдың 30 жылы бар екен. Соның біреуі жаңағыдай бір ханның қызыменен жүріп қойып, екі қабат қылып қояды. Содан барады, ыза болған хан барлық Сергейлердің барлығы хан дейді ғой. Сөйтіп 30 жылын қырып жібереді. Әйелдерін қырып жібереді. Әйелдің ішіндегі баланы да жаңағыдай сондайға жеткізеді. Соның ішінде бірнеше кісі тірі қалған Қайшылық деген легенда ол. Ханның әйелінің тігіншісі. Солай дегенде әңгіме бар, сөз бар. Сол тігіншіні аман алып қалған жаңағы ханның әйелі екен. Болмаса оны да өлтіріп жібермекші. Сөйтіп барып, Қайшылық деген сөз содан шыққан екен дейді. Енді ол рас өтірік кім біледі, әйтеуір сондай халықтың арасында. Сондықтан бұл Қайшылық деген бірақ өте жаңағыдай қасиетті, өте үлкен ата. Бұл енді бұл атадан көптеген кісілер шыққан. Кейінгі уақыттың өзінде, мысалы үшін, осы мына облыстық партия комитетінде мен 73 жылы нұсқаушы болып кірдім, инструктор болып. Сонда орготдел деген отдел болатын, ұйымдастыру отделі. Барлық кадр мәселелерін солар таңдайтын. Кадр мәселелерін қоятын, кадр мәселелерін алатын. Ол енді партияның ең бір есел ғой ол. Сонда мына Білісбек Дәулекең орынбасар, сол орготделдің орынбасары болып қызмет жасады. Бұл кісінің енді айта берсе көп сөз ғой, конечно, бірақ өте бір керемет, адами қасиеттілігі мол, парасатты, кішіпейіл, бір адамға сен деп сөйлемейтін кісі. Бір адамның ақысын жемейтін, адал, әділ кісі болады. Мен ол кісі 90 асып кетіреді ғой қазір, біз пәлен жыл, біз жас үлкен кісі ғой. Айтса ақылын айтады, қамқорлық жасайды. Осы бала өсерді көбірек жүріп қалды ғой, бір жаққа жіберейікші деген мәселелерді көтеретін кісі. Мына Досекең қарамағында істедік екеуміз. Сондай кісі айналайын Дәулекең. Жатқан жер және топырағы торқа болсын ол кісі. Жаңағыдай жаны жәннатта болсын. Ол кісінің әруағы пейіші шалсын деген тілек білдіреміз айналайын. Бүгінгі ниеттерін қабыл болсын біреуге. Қабыл болсын бүгінгі ниеттерін жаңағыдай әйтеуір дастарханның үстіндегі желінетін тамақ, дәм, оқыған Құран, солардың барлығының сауабы ағамызға тие берсін, біздің тілегіміз. Сондықтан енді бұдан былай қарай Қайшылықтың кім екенін білеміз. Сондықтан айналайын, ынтымағымыз болсын, ауызбіршілігіміз болсын. Ауызбіршілік болып, барлығымыз осы әйтеуір Қазақстанымызды алға жылжытып үлкен дүние жүзіндегі мемлекеттің алдын қатар мемлекет жасай берейік айналайын.
біздің ұрпақтар сонда өссін, өнсін, әр уақытта жақсылықта бас қосып тұруға Алла нәсіп етсін деген тілек білдіреміз. Рахмет. Әмин, айтқаныңыз бәрекелді. Көп рахмет. Енді Бісміллә деп жақсылап. жету үшін тұсауын кесу керек қой, сүрінбей жетсін кітабымыз. Ойшылдың 30 жылының әдейі арнайы атының тартпасын қиып тастаған ханның емес, дәл мына үлкен кейінгі ұрпаққа жететуін тәмсілдің тұсауы кесіліп жатыр ағайындар. Оған да бір сүйініп қояйық. Қалсын, бұл кітаптар бізге қалады. Тұсауын кесіп еді осындай кісілерге, азаматтар. Әкеммен бірге қызметтесіп едіңіздер, інісі болып жүріп едіңіздер. Особенно Досыбай көкем, мынау Төле биде бұл кісі хатшы, әкем райисполком төрағасы. Оның алдында 80бай көкемді мамам комсомол бала деп Адырбек Көлбаев екеуін айтышы. Все менің нағашым болып шықты. Төрлетіңіздер. Төбедей болып, үлкен алдымыздағы асқар таудай болып жүрер ағаларымызға қарап, бой түзейік ағайын. Ал олай болса асымыз дайын екен, бата түрге орғызып үлкендеріміздің алдынан тартайық. Бата қазақтың темір қазыға, рухани азыға. Alhamdulillah abi. Amin. Niyetleriniz kabul olsun ағайындар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لكم من الشجر الأخضر نار. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. اللهم تقبل هذه الصدقة مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك ولا تضرب بها وجوهنا. اللهم نورنا قلوبنا بالقرآن. اللهم زينا أخلاقنا بالقرآن. Allah'ın olası, beyrimlerin beyrimdisi, kudret-i güçlü Rabbim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dep günüden iman getirip kalime koyup ötken marhumalarına және де ойсыз сіргелі бабаларымыздың рухына, Жұмағали ағамыздың ата-баба туған туысқан Гүлшат апамыздың рухына фи сәбілі бағыштадым. Жаратқан ием Алла өзі Құран нұрымен қабірлерін нұрландырып, қабірлеріне өз мейіріміңді, рахымыңды, нұрыңды жаудырмайсың. Алла тағала өткендерге өзіңнен мейірім тілейміз. Пайғамбарымыздың шапағатын нәсіп ет, я Раббана Карим. Бүгінгі мына тұсау кесіліп жатқан сүбелі еңбекте Алла тағала өзің ағайын туысқандарға қайғы болуына Алла тағала өзің нәсіп ет. Бұл елде Алла тағала өзіңнің хақ жолында Алла тағала біріктіріп, бұл елде Алла тағала өзің сыртқы даудан, жаудан, ішін даудан сақта. Егеменді еліміздің еңсесін иман, исламда биік ет, я Раббана Карим. Дұғалауыз ақсақалдарымыз көп болуына Алла тағала өзің нәсіп ет. Өскелең ұрпақтарымызды Алла тағала өзің жетеле. Өзіңнің хақ жолында Алла тағала бір болуды нәсіп ет. Ва саллаллаху тағала аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Асы өткеннің аманаты, сондықтан өткен ата-бабаларымыздың рухы шат болсын деп жасап жатқан бізге ел амал ағайындар. Алдарыңызға асыр ойдық, егі болып ұрыс қойдық. Десек таңда
Kartlarınızı deymin, ağrı bütün basaman, dövgün çürgün, ғасырдан ұзақ жасаған, абыздармай айналып төрдің сәнде, күлік болмен, білектей майда асаған, ақылын айтып, батасын беріп баршаға, шежіресімен тарихын тасқа қашаған деп арман берді бауырымызды өткізді. Жалпы мынау қай-қаймана қазақтың басы қосылған жерде ең алғаш сөз кезегі тиетұғын. Жалайыр тұрған кезде сөз бастамайды деген тәмсілді ниетке ала отырып осында көп жыл бойы Жалайыр оның Абыз ақсақалы рубасы болған осында Кеңбай Рахымжан ақсақалы отырған Рахымжан аға қайтеді. Әдептің алдында осыны тейік, төрді ағаларып отырып, жалаушы жолмен жараспайды, ата жолымен баған жолда отырғандарға үлкен рахмет. Атамыз Жалайыр елімді еңіреп, елімді қан төккен, тер төккен, сол азаматтың арқасында бір дуалау үлкен шал әте берген екен. Ұрының Жалайыр болсын, ұраның қабылан болсын, төреден төрден, қарадан қарсы орын болсын деді. Біз осы жолмен жүрсек ағайын адаспаймыз, біз қазақпыз. Ал енді осы тағы қосылатын Ноқтағасы деген атамыз бар ағайын. Әрине біреу білсе біреу білмейді, сондықтан айтып өткенде мен айтып өтейін. 1224 жылы Шыңғыс хан 400 армиясымен барып 1.200.000 қарадан шақты жеңіп келгенде, Ленин өткенде өзінің елінде бірінші құрылтай жиналысын өткізеді. Сол құрылтайда 4 баласына бүкіл жерін бөліп береді. Сонда өзінің бала жастан досы Жалайыр оқушымен Бөркінға үндемейді. Сонда екеу айтқан екен Қалиев қолбасшыларға қан төккен Жәніберген замандарға бәрін бағаладыңыз, біз қалдық қой дегенде, сен екеуіңе менің бұйрығым жетпейді, күшім жетпейді бұйрығымның. Сен екеуіңнен оқ жағып отырсам да жетпейме деген екен. Ертікті. Сонда Құқыршын Ноқтағасы болғанда оның ағасы Орақты сен де тілейсің дейді, мен де тілеймін. Егер де Құқыршын менің інім бүкіл Тұрғытай басым Ноқтағасы болса, мен оның ағасы болсам жетпейме? Онда Шыңғысхан екі сөйтіп берді деген екен. Сондықтан ағайын айтып өткеніңіздер бұны Раштайдың кітабынан алып отырмыз. Мысалы, мынау жаныста Ержан Исақұлов дегендер алып. Сол Францияға барғанда Раштайдың кітабын сатып алып келіп, сонда менің інім Оразбай Зарықбай деген переводтап 1918 жылы президентіміз Назарбаевтың тұсында кітапханасында тұсаукесер өтті. Ал енді содан алатын танылар қазір жақсы. Сондықтан не дейміз ағайын? Төртеу түгел болсын, орта көйге өсін, Алла олғышының бақытын істерін береке өсін. Ізбиге анамыздың атымен намыменен алтын қайшылы Ізбиге анамның ұрпағы болып жүргенімізге келген мақтанышпенен айтатын жайымыз бар. Қаншама қазақтың барса өткіліктер, қиын-қыстау кезектердің қай-қайсысында болса да, негізі қасиетті қазақ деген халықты осы аналардың ерлігінің арқасында аман қалғанын мен мақтанышпен айта аламын. Жалпы мына өзі қаншама ашаршылықтың кезінде де мынау Рахманқұл Бердібаев аталарымыздың айтқан әңгімелерде қыз баласын көк бөрілердің ортауына талауына тастап ұрпағымыз жалғасын тапсын деп мен аман қалыпты деп өткенімізге отырып айтқан әңгімесі де көз алдымызда. Ал олай болса, осы бір ел болса, безгімізді түсіріп, елге деген әйгер кейінгі жасқа үлгі боламын, мынау осы қазақ деген халықтың басын біріктіріп үлкен серік болсын деген тілегімізді ары қарай жалғап осында 12-да Сергелдің аға биі тайпасының осында отырған Әбіс Қадыр аға келесі сөзді өзіңізге ұсынғанды жөн көріп отырған жайыңыз бар. Қадірлі ағайын, мынау бүгін енді жаңа залда үлкен енді мәні терең
жиынның басында кездесіп жатырмыз. Біріншіден енді ең бірінші жиын болып жатыр. Оның өзі енді қайшылы бабамыздың енді рухына арналып, бүгін енді Құран оқылып жатыр. Шежіреnin презентациясы болып жатыр. Оның өзі енді рухани жағынан да мән терең мәселе. Бүгін енді сөз аз болған жоқ ағайындар. Көп нәрсені айттық, әсіресе мынау зиялы қауым біздің енді мінекей ғалымдар келіп енді жалпы Сергелдің орнын, оның ішінде Қайшының орнын терең зерттеп, қалай баяндаманы осы жерде бүгін зерттеп жатырмыз. Менің айтайын деген бір ауыз сөз. Мынау тегін білім деген сөз ол мінекей үшке бөліну емес, атасын тану деген ол ұруға бөліну емес. Сондықтан енді мына жерде енді 65 жылы мақсат профессор, доктор дұрыс айтып жатыр. Елде әртүрлі әңгімелер бар осы. Ұрудың өзін біз қайта бөлек зерттеп осы бөлініп кетеді ме деген пікірлер де бар деп. Мен ойлаймын, осының пікірі де дұрыс, мен де сол пікірге қосыламын. Ұруды зерттеу деген сөз ол қазақтың бөлінуі емес, қазақтың бір-бірін зерттеп, оның біреуінің өзі үшін енді басы деп ойлаймын. Сондықтан біз терең жағына қарайық, ынтымағымыз ажырамасын, мінекей жаңа шежіре елдің игілігіне тағы да біраз жылға дейін Құдай қаласа ұрпақтар қосылғанша тағы да жаңалар берсін дейді. Мынау тарихтағы кейбір мәселелердің мінекей жөніне келтіретін, сынға алатын жерлер болса, ол да бара-бара жөнделіп кетеді. Сіздерге көп рахмет, бүгін ел қабыл болсын. Сахна төрінде жас білек кезінде қыз бір алып шыққан ақмаралдай арбамыз жеткізіп жатса, дәл осы тұста осы Ата Сергелдің бас қосқан үлкен жиынында бір арнауды арнасам деп келіп отырған жай бар. Әуел Алла сөз баса армысыздар, тарихын білген елге талған мекен. 12 ата Сергелі бас қосып да ойсылдың 30 өлең болған екен. Әбдіқадыр Кәрімаға көш бастаған, тізгінді өз қолына алған екен. Шежірден заман озбас, озса тозбас деген сөз нақыл болып қалған екен. Жаудан беті қайтпаған бабаларым қара төгіл ханның қызын алған екен. Шам болып 12 ата шаңырақтың жұлдызы бүгін қайта жанған екен. Бәйтерегі тарихтың құламайтын, сақтан жетіп қайшылыға қонған екен адайдың. Түбі түрік тарихы тұран болған, ата-баба мұрасы жыран болған. Жәнібек қан тұсында Сырымбеттай бабамызға үзбей ғана сыңар болған. Сауқым сопы ұрпағына алтын қайшы, ұсталық қасиетін тұмар болған. Алталашқа танымал тұлғалар бар, Жамалов өнер ата Азияның биігінде ізі қалған шынар болған. Қазақтан шыңға шыққан тұңғыш генералы Юсупов Сағымбектен қыран болған. Баймұхамбетов Иса ата майдан кешіп, Германияны жеңген үшін медаль алған. Қажы Әкбар Сәлімов Қазығұрттың кемесіндей ғылымнан сыр аңғарған.
сарған еңбегі ұран болған. Кеңестің күйіп тұрған заманында қойынында қасиеттей Құран болған. 4 ұл 2 қызды өсіріп тәрбиелеп, жұмақ қызы Гүлшат ана сыңар болған. Алла қолдап 6 перзент әкеңбегін, алдағышқа танытып ай шығардан алалайды. Құс болып көтерілсе сөзім жерден, ақиқатты айтайын өзім білген. Қайырғали аға жігіт төреседі, жан болмайтын сөйлесі сөзін бөлген. Орынбай Сексенбайдай аталар бар, Дәулетбек атамыздың көзін көрген. Досыбай Бөке кітап тұсауын кесіп берді, бісміллә деп бастайтын сөзін бірден. Құлбай Қажы ата құда жолыменен, батаңыз қабыл болсын өзін берген. Жұмағали ағаның жөні бөлік, әкенің өсиетін сезіндірген. Ерғали аға елдің мақтанышы, сізге тәңір тез темірдей төзім берген. Нұрғали ағамызғый абыроймен, генерал Юсуповтың жолын берген алалайды. Өлең құдірет шырпысыз лаулайтұғын, біз шеберміз тілменен баулайтұғын. Шежіреші Сәдібеков зайыр жазған, еңбегіне алғыс көп арнайтұғын. Қазыбек Тәжиевтей тарлан аға, кітаптың бар жағдайын қамдайтұғын. Аудан соғыс ардагері бұл ағамыз, нардың жүгін арқалап аумайтұғын. Сайлаукүл апамыздың сіңлілері әрдайым салап бізді таңдайтұғын. Тамара Дүйсенова біздің елден қазақтың болашағын қандайтұғын. Дәулетбек қызы Гүлжан басшы ғалым, 12 ата сіргелеге адалдықтың жолынан таймайтұғын. 12 ата сіргелеге ырыс қонған еншісін ешкім тартып алмайтұғын. Дәулетбек аторпағы аман болсын, батамен бұрынғы жол жалғайтұғын. Осындай жақсы жайсам тұрған кезде, қанатын талмас қазақ самғайтұғын. Ынтымақ ырысының көз түймесін, басыңа бақ боп мәңгі орнайтұғын алалайды. Ай жаса, бәрекелді Ақмарал ханым. Жақсылықтар қашанда керек екен, жамандықтан сақтасын алап өтін, жанға шипа береді тамаша жыр, дәстүрлі ән әрқашан орны бөлек екен деп. Ақмарал ханымға жақсы бір қошемет ұрып қойыңыздар шығарайындар. Ғалым ағамыздың өзі ризашылығын кеп білдіріп жатыр ғой. Тединстің түлектері үшеумізде деп қойында. Ал енді қадірлі ағайын, мынау енді мынаны алып қойсаңдар болады, тұрсын бай. Қызу қимылды заманда біреудің қымбат уақытына қиянат жасаудың өзі мәдениетсіздік екендігін бұрын бабаларымыз әдемі жақсы жеткізіп жетсе, ал енді жаңағыдай дүниеменен сақалынан айналдым қарт бабалар, ұрпағыңа не айтасың артта қалар, о тірі шежірелер қалдырыңдар ғанекей, нелерің бар салтқа жарар деген әңгімеменен жаңа Орынбай сақалымыздың өзі тілге тиек еткен алтын қайшылы Әзбике анамыздың үлкен ерлігі, мынау біздің жаңағы Сәдібек ағамыздың марқұм
үлкен өлеңмен өріліп, Бақытжан Ишанқұлов ағамыз әуенін жазған, осында Алтын Қайшылы Ізбике ана жайындағы бір ән бар. Осыны бір жеңгеміз екеуміз орындап берсек, біле жүрсеңіздер деген ниетіміз бар. Nurgül Kayşı'nın keyildi. Ezbek anamızın жолын жалғаушы. Жалпы Қайшылы руының ру басы осында Жұмағали ағамыздан да бір ауыз тілек сөз сұрасақ. Қадірменді ағайын, баршаңызға басын дейіп, рахметімізді айтқым келіп отыр. Тек асты енді әулет бері алса да мынау ортақ іс болды. Сауын кезді кітабымыздың ұзағынан сүйіндірсін. Біздің осыдан 5 жыл бұрын 12-ті Сергелінің үлкендерінің алдына барып бата сұраламыз. Сонда жоспарымызда 3 кітап болатын тұғын. Бірінші Зайыр Сәдібектің «Шежіре шеңбері» деген кітабын қайта жаңғыртып шығарсақ деген. Одан кейін Сергел Қайшылы руының тарихы мен шежіресі. Үшінші кітап Сергел тарихы деген. Енді біреуден қолдау болды, біреуден болмады, әйтеуір, бірақ біз жұмысты бастап жүрек, өзімізден бастап шын айтсақ. Сөйтіп, мұны қолымызға тиіп отыр, қалың елге тараттым деп айтып отырмын. Ең бірінші Алматыда осы мешіт құрылысына себепкер ол жылғада 2003 жылы шешім қабылдап келген Оразбеден Туаевқа Алматыға беріп жүрдім. Алматыда Сергелінің биі бар. Осы Алматыдағы Қайшылықты Сергелдердің осы Бекманов Абдуғали деген сол кісілерге бердім. Содан кейін оңтүстік өңірге танымал тарихшы, үлкен қызметтерді істеген кітап жазған Жабай Тоқсабалиы ұрпағы сол кісіге Төлебаев Еркебай көкеме беріп жібердім. Қазір баласы келіп отыр, өзіне де бердім. Ол кісі бағасын берсінші, болатын болса, кемшіліктер болатын болса, толықтырып берсін деп сол ниетпен жібердім. Енді бүгінгі түрде отырған бұның ғалым, біреу аға, біреу құрдас, біреу інім, кісілерге үлкен рахметімді айтамын. Сергелдің тарихын
енді былайша біз білетін Ташкент жақсы біледі. Оны Сергейлік кітабына, тарихына қалдырғанымыз ешілі деп ойлап отырмын. Сондықтан аға билеріміз Сергейлінің Анарбек Орман мен Абдықадыр Карин көкеміздің алдына барып, сол кісілерге тапсырдым. Бұл мешітке бергенім деп тағы имамға бердім. Енді бүгін ағайындар бәрі 600-ден астам кітап алды. Бұл тарихты жазылған бір жағынан санақ ретінде өткізейін дедім. Бір жағынан туыс аталарын білмейтіндер білсін деп санасам, енді шамасымен 8.000-ға жуық отбасы бар екен. Сол біздің кішкентай болса да жетістігіміз. 160.000 Сергейдің ішінде қанша мыңда бір кішкентай үлесі бар деп. Бұл енді насколько корректно, енді білмеймін. Құдай қаласа, енді кітапта 2030 жылға деп жоспарлап қойдым. Оның редакция алқасының төрағасы мүшесі Седал деген ініміз отыр. Осы кісіге тапсырдық. Өзі тұрып, жаңағы редакциялегенің мынау кітапта кеткен кемшіліктер болатын болса, соның бәрін толықтырып, кейбір есімдер қалып кетті. Енді біз онша біле бермейміз, поэтому мұны айтып өткенсіз. Мен қалада өскен, орысша тәрбиеленген, былайша айтқанда, сол кезде мына көкелердің сөйлеп отырған орысша оқымасаң, ол мектеп нағасына 20 жыл орысша оқыпты. Поэтому кемшілік болады. Оның бәрі орташылығын біз көтере білуіміз керек. Бірақ кейбірінде қан қайнап кетеді. Кішісінің қаны бар ғой. Бұра деп айнепенсіз. Чаттарда, басқа жерлерде әңгіме болып жатыр. Кейбіреулер кітапты оқымаған, бізге айыпталады. Соны кітап алдарымызда ағалым дегендеріміз, оны енді қайшылықтарға айтып отырмын. Сатып алсаңыздар, мұны осындай да болады. Бірақ оқу керек, тарихпен танысу керек. Сол енді мен жаңағы айттым, осы жерде отырған құдаларым бар. Ол кісілерге сол құдаларды миллионның құдасы төлеп отыр. Бағана айтып кетті, менің өзім атам 90-да ол Сергейлі. Оны сізге бердім деген сөзін кітапты бердім. Төлебидің 70 ұрпағы осы жерде ортамызда отыр. Өмірген Демиров, Қарашылапов, барлық біріншісі болып отыр. Сол кісілерге бердім. Жаңағы айтқым қожалардан Дархан Көкенге бердім. Көкен Байдыбектен шыққанбыз. Байдыбектерді өзі осы Байшықтың байыры шалған еді өзі соның президенті болған кісіге бердім. Енді бұл жақта 12 адамның бәрі алды. Алқа мүшелері бәрі алды. Енді ағайын болып, осы жерде тек қана Сергейлік екен емес, біздің жалғыз бір құрдасым айтты, бұл қайшылығын ел тарихында қалдырған, ел тарихында дамуына қосқан үлесін белгілейтін кітап болды деп. Оның рахмет сіздерге онда баға бергендеріңіз. Поэтому мынау осы жерде ысты елінен 30 батыр бауырымыз отыр. Жаңа көген төлеуге асқа кетті. Жамалбек сол сөйлегеніміз. Шаншылдан Рахманбекиев, Ермахан деген адам. Сол сөйтіп әйтеуір кітапты таратып, елге таныстырып жатқан жағдайымыз бар. Мынау кеше ғана осыдан бір апта бұрын Тұтанбалының ағасының, атасының тұсаукесері, кітабының шежіресінің тұсаукесері болып біз қатыстық. Осы жерде отырған Нармахан Ерғалиев көкен қасында отырған авторы бердім. Одан бөлек бізде ағайындар жамбылға бар. Негізі 18 ел
жамылған келген ақсақалдар сол кісілерді бастарын алып келіп отырған Шамсат Исабеков деген ағамыз. Ол кісілерге бөлек 5 кітап беріп жүреді. Сөйтіп әйтеуір 2 жетеді ғой деген бір ем бар да, үмітім бар. Жаңағы Асымбай Нұрлыбаев айтты, электронный вариант болса тіпті дұрыс болатын еді. Поэтому оны да ойланамыз, не алатын болса береміз. Но мен өзім депутат болдым облыстан. Сөзі маған жәрдем беріп, және қолға жасаған, ол түрде отырған, 90-ға жақындап қалған ағам отыр. Қасымда Әділбеков, полковник Тоқтұран ауданының ақсақалдар кеңесінің төрағасы. Енді бәрін айта беруге мүмкіншілік жоқ. Бірақ тоқтарыңызды алдым. Ашыңызға рахмет деп айтамын. Осындай қуанышқа жете алмаған осы бетіңіздер, бізбен де асыл түсіңіздер, мынау ерекше мынау Абдықадыр көкіне рахметімді айтамын. Алдыңғы күні 18-ін осы жерге кешкен осы залдың тұсаукесері болды. Біз бірінші келіп, маған жаңа айтады, сен астықтамасаң қашан ашылатын. Осы ақылдасып ойдан ортадан шыққан дүние халықтың игілігіне жарасын деп тілеймін. Енді тілі байына түгелі риза болмайды деп айтамын. Мына бағана мысал кескенде осылай көрген айтып енді айтақ сөзім бар еді, дәукенмен бірге сесіп едім деп. Бұл кісіге ата сұрайын деп жатырмын. Ата беретін кейін Құран оқысам. Енді мен кешірім сұрайын, біз сондай халықпыз өзімізді. Әйел азаматтардың сонша мәрбеңеміз, өткенде мен 60 жылдығында Сайлакүл әкеме сөз бермей қаттым. Осы уақытқа дейін есіме түсіп, денем түршігіп өтірді болып. Сайлакүл апамды шақырып әкем ғой, осы көрдегі дастарханда қандай жағасында Бейсекүл жаңағы Армахан көкенің қызы Ақмарал отыр. Ақмаралға үлкен рахмет, қарындасымды келіп арнап айтып, уақытым өтіп келгеннің өзі бір ғани. Мен жасым үлкен, мен жасым кіші демеңіздер. Мен осылай Шерімқұлов көкемнен ата сұрайын, мынау асты қайырып Құранның алдына. Әумин. Bismillahirrahmanirrahim. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Барлық мақтау мен мадақ тек Аллаһтан. Ал адамзаттың ардақтар тұлғасы, мұсылмандардың көзінің нұры, табиғаттың гүлзары, екі дүниенің асыл тажы, соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Осының қабатында қол жайып барлық текке қатысып отырған баршаларыңыз, осы бүгінгі Қайшылы бабамыздың ұрпақтары, соның қадір сатын қасиетін білетін, ата сыйлаған қауым ұрпақтарының осындай іс-шара жасап, ата бабамыздың салт дәстүрінен ата бабаға аруағына арнап арнайы іс-шара жасап, кітап шығарып, кейінгі жастарымызға үлгі болсын деп көрсетіп жатқан өнегеліктеріне Алла қабыл етсін, қолдап, мына бүгін біз соған куә болып отырып, ұрпақтарына, отбасыларына амандық дендеріне саулық тілейміз. Жасап жатқан қызметтеріңіз Алладан қайтсын. Оның ішінде мен өзім бұлай білетін, мына Дәулетбек марқұмды біліскепті, Созақ ауданында екінші хатшы райкомның болып қызмет істеп еді. Бізді тәрбиелеп, біздің осындай жағдайға жетуімізге ол кісінің үлесі болған азамат. Сондықтан да бүгін Жұмағали мынаны бастап, сол кісінің әруағын мына бізге тағы көл тірліктері есімізге түсіріп жатыр. Сондықтан арнайы айтамын,
осындай үлкен қасиетті адамдар, үлкен мәдениетті, оқыған, білімді, пайымды азамат. Сол кісінің тәрбиесін алып айттық қой, біздер осындай жағдайға жеттік. Біз қатар жұмыс жасап, қызметке араласқандар, сол кісідей болсақ деп кезінде армандап, көпшілігі жақсы жағдайда болды. Сондықтан Дәукеңнің жатқан жері жайлы топырақ торқа болып, жайы жәннатта шалқысын айтайын. Бүкіл қайшының ұрпақтарына Алла өмір берсін, өсіп-өніп, өркениетті елдің ең алдын қатарының шаңырақ егедері бола беруіне тілектеспін. Ниетіміз Алла қабыл, мұратымыз асыл, иманымызды таны жетсін. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا ربنا كريم وزارة الشرطة الله оқылған қасиетті Құран кәрім аяттардан хасыл болған сауапты ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деп дүниеден өткен момын мұсылмандардың қатарында бүгінгі дастархан иесі Жұмағали ағамыз өтіп өткен ата-баба туған-туысқан марқұмдары Білісбекұлы Дәулетбек, Жұмақызы Гүлшат әжеміз, Дәулетбекұлы Қайырғали ағамыз фи сәбілі бағыштады. Я Алла Тағала және де тән еткен марқұм-марқұмаларымызға фи сәбілі бағыштады. Алла Тағала өзі Құран мұқымен қабілдерін ұлғандыр. Я Алла Тағаланың ізгі алмадың сауабымен ризықтандыр. Таразыларының ауыр есеп қисаптарын жеңілдетіп, мына ғалиде жасаған жақсы амалдарының сауап істерін алдынан келтіріп, имандарын жолдас ет, я Раббана Карим, қабірлерін тыныштық мекендеріне, жәннат бақшаларына ет. Қалғандарға я Алла ауызбіршілігін тымақ бер. Мына бүгінгі мына қайшылы ағайындарымыздың жазылған шежірелеріне Алла Тағала өзінің қайырлы болуын нәсіп ет. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.